Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Міне, видео сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз жастар биі. Қазақтың өнерінде. Қазақта мысалы бұрынғы билеріміз Қамажай, Қаражорға. Енді бүгінгі өтетін тақырыбымыз жастар биі. Жастар биі. Жастар биінің мысалы сандық түрде үйренеміз. Аяқты қалай қоямыз? Біз осыған дейін 390 бойдың аяқты қоямыз. Домбыра қалай отыру керек, дұрыс отыру керек, бойымызды түзу ұстаймыз. Домбыраның басы құлақтың деңгейінде болу керек мысалы. Оң қолымызды қалай ұстаймыз, қане былай ұстаймыз, оң қолымызды. Бүгін жастар биі. Жастар биі сандық түрде үйренеміз. Там та та. 8 9 11 8 та-та-там 11 там секретімен там-та-та та-та-там енді басына қайталаймыз. Жақшаның ішінде қайталау белгісі екі реттеп тұр. Бірінші цифрды үйрендік. Бірінші цифрды екінші цифрға дейін ойнадық. Екі рет қайталау. Соны асықпай отырып ойнадық. Міне 9-дан кетіп, міне балалар бәріміз қараймыз. Міне 9. Мұнда нететін жері, мына 8-ге бірінші саусақты қоямыз. 11 деп тұр. 11 деген төртінші саусақпен үстіңгі шепте. 11 үстіңгі шепте аламыз, төртінші саусақпен аламыз. Осыған көңіл бөліңдер, төртінші саусақпен аламыз 11-ді. Бұл жерде 8-де та-та-там, 9-да 8. 9-да бас бармақ ұсталады, бас бармақ ұсталады. 9-да мына екінші саусақ ұсталады, екінші саусақ. Бір пернеде отырғанда постоянно екінші саусақ ұсталады. Соған көңіл бөліңдер балалар. Міне ары қарай жалғастырамыз. Екінші цифрды ойнаймыз. 9-да 8. 11 8 та-та-та 11 там 8 9 11 8 та-та-та қайталаймыз енді, қайталаймыз. Екінші цифрды қайталаймыз. 11-ге төмен жоғары төмен аспа 11 13 9-да 8 11 9-да 11 8 11 үстің шекте төртінші саусақпен 9-да 8 та-та-там. Енді қара 4-те 0. Енді үшінші цифрға келдік балар, үшінші цифрға келдік. 4-те 0. Соның бәрі 4-тен қайталайды. Бана ойнағанымызды осы жерден қайталайды. Міне 4-те 3 та-та-там. Төмен жоғары төмен. Төмен жоғары төмен. 6 бана да қайталау. Төртінші саусақпен аламыз. 6-ны мынандай сияқты ғой. Баспарақ тұрып. Так, 6 8 қайталап. 6 ектемен 6. 4 6 жоғардан мына төртінші саусақпен жоғары та-та-там екінші саусақпен 4-те 3 қой 4-те 3 қайталаймыз. Енді қайталайық. Бірден 3-ке дейін қайталаймыз деп тұр. Қайталап көрейік. Бірден 3-ке дейін
так ойнаймыз осы жерде. Саусақтарын жинап. Tamam. Астың шекте 11. Астың шекте. 8, 9, 8, 11, содан кейін бар. Там. 9-ға қой. 4, 5. Балалар қараймыз, мына жастар биі. Жастар биі сандық түрде 3 санынан қайталып тұр. Соңында келіп бірінші цифрдан 3-ші цифрға дейін тағы бір рет ойнап қайталап шығарамыз да, сосын 4 рет 9-шы цифрда басқармақты қойып 4 рет ойнап бітіреміз. Сонымен мына жастар биін. Кім түсінбеген сұрақтарың болса сұрайсыңдар. Бүгінгі сабағымызды осылай жастар биімен аяқтаймыз. Түсінбеген сұрақтарың болса ойнайсыңдар, жайлап ойнасаңдар, мысалы, үйренесіңдер. Бірінші бөлім, екінші бөлім, үшінші бөлім, мысалы, цифр. Осымен балалар сабақтарымызды аяқтаймыз. Тағы да мына қазір қарайсыңдар, практикалық жұмыстарымызды жалғастырамыз, қарайсыңдар, қазір ансамблет ойнаймыз, соны көресіңдер. Келесі сабаққа сау болыңдар, қош сау болыңдар, аман болыңдар.